Дариядай кең жатқан дара туғандарынсың, сөздерің өткір ағалмас, жанына ешкім бара алмас, жанып тұрған жалынсың. Қараторғай, сарыторғай қосып кеткен кезінде бой бермейтін ағынсың деп ақын Серік Тұрғынбайұлы жырға қосқан. Журналист, ақын, аудармашы Әбжан Әбілтайдың 70 жас мерейтойына арналған Өлең-сөздің кеніші тақырыбындағы онлайн әдеби кешін ұсынамыз. Қасиетті туған жер-ай, сен үшін менің барлық өмірдегі жеңісім. Үмітіңді перзентіңнен үзбесең, еміреніп ұлым десең мен үшін. Аярым жоқ алтын бесік ел жерден, мен өзіңді еш нәрсеге теңдермен. Қарлығаштай қанатым майын су сепкен, сенсің жастық жігеріме дем берген деп, туған жерге деген өлеңінде жырлаған ақын Әбжан Әбілтай 1951 жылы сәуірдің 1 жұлдызында Қостанай облысының Аманкелді ауданы Аққысы ауылында дүниеге келген. 1985 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. 1968 жылы Бейімбет Майлин атындағы орта мектепті бітірісімен еңбек жолын аудандық Тың Шұғыласы газетінде бастап, ұзақ жылдар бойы облыстық Торғай Таң газетінде, Арқалық қаласында Торғай газетінде тілші, бөлім меңгерушісі, Арқалық қаласы әкімдігінде тіл бөлімінің бастығы қызметін атқарды. 2000-2004 жылдары Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінде аудармашы редактор, бөлім меңгерушісі болып қызмет етті. 2004 жылдан Қазақстан Республикасы энергетика және материалдық ресурстар министрлігінде мемлекеттік тілді дамыту басқармасының бастығы қызметін атқарды. Тектіден текті туады деп бекер айтылмаса керек. Дұшпандарынан қаймықтаған тілеулі батырдың, сөйлесе сөздің шешені, бастаса елдің көсемі болған Таңат Сейдахмет ақынның ұрпағы. Жұрттың бәрі абайды армандаумен өтеді, ал өзімен ұрқандай ақын болсам жетеді деген қаламы жүйрік журналист ақын Әбжан Әбілтай есімі оқырман қауымына бұрыннан таныс болуы керек. Мектеп қабырғасында жүріп өлең жазумен әуестенген Әбжан ағаның алғашқы туындылары аудан, облыс, республикалық газеттерде жарияланған. Өлеңдері 1983 жылы Қарлығаш, 1988 жылы Көктем бояулары жинақтарына енді. 2003 жылы жазушы баспасынан Жүрек жарты деген атпен 7 жинағы, 2010 жылы Дүние жалған өлеңдер жинағы, Жер басып жүрсем атты публицистикалық мақалалар жинағы, 2020 жылы Толғанай баспасынан Жүрегімнің сүзгісі өлеңдері мен аударма туындылары жинақталған кітабы жарық көрді. Ақын шығармашылығының жемісті бір саласы көркем аударма. 2007 жылы Нобель сыйлығының лауреаты Бродскийдің өлең поэмаларын, мәдени мұра бағдарламасы аясында әлем әдебиеті сериясымен жарыққа шыққан Эмиль Золя мен Николай Гогольдің романдары мен повестерін, тағы да басқа өлең поэмаларды қазақ тіліне аударды. Ақын Әбжан Әбілтай біраз уақыт министрліктің бірінде лауазымды қызмет етті. Мемлекеттік тілді дамытуға және аударма ісіне тікелей жауапты болды. Әбжан ағаның журналистік жолынан да үлкенді кішілі өткір тілді әрі мағыналы мақалалары кезінде оқырмандар тарапынан жақсы жылы қабылданған болатын. Поэзиядан ойып тұрып орын алған ақын Әбжан ағамыздың өлеңдеріне сазгерлер ән жазып сахнада орындалып жүр. Бұл да ағаның еңбегінің өнер саласында насихатталып жатқанның бір белгісі. Жерлесіміз, мақтанышымыз, ақын, аудармашы, журналист Әбжан Әбілтай жайлы толығырақ білгісі келетін өлең сүйер, кітап сүйер қауым жастарды кітапханамызға шақырамыз. Парыз болып қалмай ана толғағы, қарыз болып қалмай берген ел наны, өтсем деймін, перзентіңе туған жер, көңіліңді суытпасаң болғаны деп жырлаған перзенттік парызын ұмытпаған аудармашы ақын Әбжан Әбілтай аға мерейтойы жыл бойы жалғасады. Рахмет.